Армысың көрермен. Рух реалитидің кезекті 8-ші сериясына шолуымызды бастаймыз. Бұл серияда ең бірінші пресс-конференцияда қатысушылардың жекпе-жекті талқылауынан басталады. Ақанай жеңілгені үшін командасынан кешірім сұрайды, және оны командаластары да қолдап алып шығады. Әрине, Ақанайды барлығымыз қолдаймыз, өйткені ол жігіт намыспен төбелесті. Кейбіреулер сияқты рингке номер ойнатуға шыққан жоқ. Сол үшін Тикош, Ақанай сияқты жігіттерді барлығы байқайды, барлығы сыйлайды. Және бүгін Еркебұланның мафия екені анықталды. Алдыңғы шолуларымыздың бірінде біз күдікті деп Сани мен Еркебұланды айтқан едік. Бірақ сол көрініп тұрған күдіктілерімізді ойыншыларымыз ұстамай, біраз ренжітіп, бұл ойынның шынайылығына күдік келтіргені бар еді. Бұл жолы мафияны ұстауда Фарух ерледі. Бірден Еркебұланнан күдіктенетінін айтты және өз сөзіне басқа ойыншыларды ерте білді. Бұл жерде ойын соңында Еркебұлан айтқан өзбектер шешіп кетті. Әйтпесе қазақтар соңына дейін тапайтын еді деген. Сөзінде бір шындық жатқаны анық. Еркебұлан да өте ақылды жігіт. Ол ойынды сөзсіз жақсы ойната білді, бірақ бір-екі қимылында өзінің мафия екенін көрсетіп қойды. Соны көре білген көзді айтсаңшы, Фарух, жарайсың. Енді барлық ойыншының гонорарлары өздерінде қалатын болды. Бүгінге банан челленджінде көктер жеңіске жетті. Көктерге жекпе-жекте Ослац жеңіске жету керек. Енді бір жеңіліс болса бітті. Қызылдарды ұту мүмкіндігінен айырылады. Жағдай қиын ау. Және өткен жолғы уәде етілген шашлык дайындалып, жігіттер әдемі демалыс жасады. Бұл үшін барлық жігіттерге рахмет. Бір-бірлеріңді талай бермей, арасында осындай істеріңмен адамшылыққа үлгі болып қойыңдар. Бұл серияда айтарым осы, басқа талқылайтын қызықты жағдай бола қоймады. Келесі сериядан көп қызық күтеміз.